Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазіргі таңда хит болып жатырған тары қосылған сметаникті бірге дайындаймыз. Каналдан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге ең алдымен тары қажет болады. Тарының үстіне ыстық сүтті құйып, бетін жауып қоямыз. Және де ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Сондай-ақ 1 шай қасық разрыхлитель мен бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Және барлығын жақсылап қолымызбен араластырамыз. Бізде ұсақ крошка пайда болуы тиісті. Барлығын жақсылап араластырған соң үстіне 1 жұмыртқамызды жарып саламыз. Және де жақсылап жұмсақ қамыр елейміз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көру үшін жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мінекей, бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Қамырымызды салафан қалташасына салып, 20 минутқа тоңазытқышқа тындырып қоямыз. 20 минут уақыт өткен соң, диаметрі менде 26 диаметрлі форма. Соған жақсылатып қолымыздың көмегімен жайып, шет-шетін осылай бортиктарын түзелетіп, саусағымызбен әдемі етіп шығамыз. Осы кезде пешіңізді алдын ала 180 градусқа қыздыра берсеңіздер болады. Және де қамырымыз жақсы пісу үшін осылай шанышқымен әр жерде тесіп шығамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге қаймақ және де жұмыртқа қажет болады. Үстінен қант саламыз. Сондай-ақ 2 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Және кез келген сгущенканы пайдалансаңыздар болады. Менде осындай 3 желание сгущенкасы. Содан 40 граммдай қостым. Және барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Достар, сіздерге қажетті заттардың барлық нақты мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Мінекей, біздің массамыз осындай қоюлықта болады. Енді жаңағы тарымызды ішіне саламыз. Тардағы артық сүтті төгіп тастасаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Жаңағы дайындап алған қамырымыздың үстіне осы салманы құйып, 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің тары қосылған сметаник пирогымыз дайын, достар. Егер де сіздерге видеом пайдалы болып жатса, каналға міндетті түрде тіркеліп, еңбегімді бағалап, видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.